Ертеде табиғат анамыздың сұлу да ерке 4 қызы болыпты. Олар жан-жағына мейірім шуағын шашып өсіпті. Анасы оларға жақсы тәрбие беріпті. Үлкен қызы Көктем, ол нәзік, ақ жарқын болыпты. Ал екінші қыз Жаз, ол жайдары, жарқырап, әр уақытта күлімдеп, нұрын шашып жүреді екен. Ал үшінші қыз Күз, ол басқа қыздарға қарағанда жылауы, жаңбырлы болыпты. Бірақ қолы ашық екен. Ал төртінші қыз, ол өте салмақты, қаттылау екен. Қыздары осылай саналы, әдемі, сұлу, көркем мінезді болып өсіпті. Осы қыздарды анасы құтты орнына қондырыпты. Үлкен қызы арыстай 3 ұл баланы дүниеге әкеліпті. Екінші қызы 3 қыз өсіріпті. Үшінші қызы да 3 қыз өсіріпті. Ал төртінші қызында 3 ұл болыпты. Олар адамзатқа пайдасын тигізіп, бәрі де оларды жақсы көріпті. Табиғат ананың 4 қызы, ол 4 жыл мезгілі, ал олардың 3-3-тен баласы жылдың 12 айы екен. Ертегі болады ма? Ертегі не туралы? Табиғат туралы. Төрт мезгіл. Табиғат ананың 4 мезгілі туралы екен. Жақсы. Ендеше осы табиғат ананың 4 қызының әкелген тапсырмаларын бүгінгі іс-әрекетімізде орындаймыз. Орындаймыз ба? Ендеше балалар, мен сіздерге сұрақ қояйын. Бір жылда неше мезгіл бар? Айтамыз? 4 жылда 4 мезгілдер бар. Дұрыс. Ол мезгілдер қалай аталады? Айтамыз? Күз, қыс, көктем, жаз. Жарайсың. Ал қазір жылдың қай мезгілі? Айтамыз, сен айтамыз. Қазір кішкене күте тұр, сен айтамыз. Көктем. Көктем мезгілін айларын атап бер. Наурыз, сәуір, мамыр. Тамаша. Ал жақсы балалар, бір аптада неше күн бар? Қосар айта қойшы. Апа, 7 мезгілі бар. Бір аптада сен айта. 7 күн бар. 7 күн бар. 7 күннің аттарын кім айтып бере алады? Дүйсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бір күн қалып қой не балалар, қандай күн? Мен айтайын. Сейсенбі. Дұрыс айтасың. Мен айтайын. Толығымен сен айтып шықшы айтады. Толық. Қолыңыз. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Тамаша. Енді осы апта күндеріне кім санамақтар біледі? Айтамыз дейді. Бір дегенім біледі. Дүйсенбі, апта күндеріне. Дүйсенбіде доп ойнадық қорада, сейсенбіде серуен құрдық далада, сәрсенбіде сурет салдық шәйнедік, бейсенбіде бейберелік әндедік, жұма күні кино директорды қыратта, шенбі күні кино көрдік көптен, жексенбіде үйде болдық деп алды, осылайша өте шықты бір апта. Тамаша. Ендеше балалар, бүгін біз табиғат ананың 4 қызының сыйын орындау үшін ортаға жұмыс орнымызға барайық. Жоқ, сен мен өзім берем, сендер не айтқаның? Екеуі бір жаққа. Димаш, сен мына жаққа отыр. Мен өзім берем, өзім қазір берем. Жоқ, осы ортада қазір енді бірінші табиғат ананың тапсырмасы ұстамаймыз ештеңе. Қыс мезгілінің тапсырмасы ақ қала жасау керек. Мына жерден өз қалаларына сандарды тауып, ақ
қарастырамыз. Қыс мезгілінің тапсырмасы аққала қарастыру. Шантыма құрастырмашы. Маған жету керек жеті. Апа мен аламын. Доп. Айта ғой, сен қандай сан құрастырдың айта ғой. 8 не бар бұл жерде? Және 8. Жақсы. Тағы біреу. Нұрайлы айта қойшы сендер. Мен 4 жағын. 4 заңы не бар еді? Басында не бәрін түсіндіріп айта қойшы. Басында 4 саны, сосын 4 саны, 4 саны. Және піші. Жақсы балалар. Және саны. Балалар, қыс мезгілінің тапсырмасын жақсы орындады. Аққаланы құрап берді. Енді көктем мезгілінің тапсырмасы, ол бізге асықтан түстерді ажырат деген тапсырма, және көршісін тап деген тапсырманы беріліп тұр. Қазір ол жерде көктем мезгілінде асықпен ойнағанды жақсы көреді балалар. Асықты малдың сүйегінен алады екен. Қазір тапсырманы береймін мына жерде. Бір-бірлерді тарап беріңіз. Бізге нұсқаның Екінші тапсырма бөлісіп алыңыз. Бір-біреуден санды ала қойыңыздар. Алдымызда 5 керек пе? Қашар міне сені Абай сұратып сұрмай қоямыз қасына. Дұрыс па көршім? Сенде 6 ма? 6-ның көршілері кім? 5 пен 4. Кім болды? Қарайын. Ал енді маған көршілерін айтайық. Менікі 2 пен 4. Әлім көршілерін атай қойш. 3 минус көрсетіп заңы. 3 санының көршісі 2, 3 және 4 реті дұрыс екен. Сен көршілерін айта ғой, Кәусар. 2, 3, 4. Дауыс шығарамыз, Кәусар. 1, 2, 3. Көршілері 3. Сенде көршілері? 8, 9, 10. 10. Жақсы, тамаша. 7, 8. Дауыс шығарамыз.
Qandaysan? 7, 8, 9. Ko'rshilari qandaysan? 7, 6, 6. Nega 6? 6dan keyin ko'rshisi 6 mani. Yo'q, 8. Durustlar saningni. Sen ko'rshilarni aytaver. Saning durustlar qaz keling. 4, 5, 6. Senga жақсы, бірінші топ балалар. Жаз мезгілі өте түрлі түсті, әсем, гүлдерге толы болады. Соған байланысты жаз мезгілінің тапсырмасы сіздерге осындай әдемі қақпақшалардан жасалған сандарды сәйкестендір дейді. Қазір мен екі топқа екеуін берейін, сандарды санап сәйкестендіреміз. Санап алып. Apa bu mulai қалай? Сандарды сәйкестендіріп болдық ба? Ендеше маған тура санап бер. Каусар маған тура санап берші мынаны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы. Сапия, сен кер санап берші. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсың, Сапия. Каусар. Келесі топтың балаларына кәне тура кер санап көрейік. Қолымызды жинаймыз. Санай ғой Димаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Жақсы, әділ. Маған кер санап берші. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар. Маны өте жақсы орындадыңдар. Шашаған еді шығармыз. Сәл демалып алайық, ортаға келіңдер. Шеңберге тұра қойыңдар. Шеңберге. Мында. Сапия, мында. Шеңберге. Қане шеңбер. Қолдарды түсіреміз. Бағыттарға байланысты серпіту жасайық. Қолымызды белге. Оңға түсіп тұр. Солға түсіп тұр. Алға қарайды қадам, артқа қарайды қадам. Жоғары төмен қарайық, орнымызды табайық. Және орындарға барамыздар. Келесі күз қаншайымның тапсырмасы сіздерге орталарында берген пішіндерге жақсы бейне құрастырып беріңдер дейді. Қане жайлап жұмысымызды бастайық. Отырып жасаймыз, Димаш. Ойланып, отырып жасаймыз.
Так, балалар, енді бері қарайық. Мен сендерге логикалық сұрақтардан тапсырма беремін. Ойланып жауап беріңдер, жарай ма? Сосын қоян екеу, құлағы нешеу? Айтшы. Төртеу. Себебі екі құлағы қоян деп шығады, иә? Сұрақты дұрыс тұрмаймыз. Не ау, піл мен қоян ба? Қол көтерген едіңіз. Айтшы. Ау, қол. Енді мұқият тыңдаймыз. Бақшада емен ағашы өсіпті, еменде барлығы неше ағаш өспейді. Жақсы. Орманда аңдар жарысы болды. Ол жарысқа қоян, түлкі, балық қатысты. Осы жарыста балық нешінші орын алды? Балық бірінші орын алады деп ойлайсың, иә? Тағы кімде қандай ой бар? Үшінші орын алуы мүмкін, иә балық? Қоянмен, түлкімен жарысты. Тұрып айт. Дұрыс айтасың. Ол тек суда жүзе алады. Ол қоянмен, түлкімен жарыса алмайды. Ойланып жауап бере берді. Ай көп пе, жұлдыз көп пе? Жұлдыз. Жарайды. Балалар, біз бүгін қандай ертегі тыңдадық? Ананың төрт қызы, яғни жыл мезгілдері туралы. Бізге тапсырманы кімдер әкелді? Жыл мезгілдері. Кімдер аттар? Жақсы. Тапсырма сіздерге ұнады ма? Тапсырманы өте жақсы орындадыңдар, сау болыңыздар.